достар, бүгін біз күлше қыз сериалын түсіретін боламыз. Достар, бүгін біз күлше қыз сериалын түсіретін боламыз. Міне бұл бізде күлше қыз. Біз, кейіпкерлеріміздің атын таныстырып кетейін. Бұл бізде күлше. Бұл бізде Жанерке, бұл бізде Мереке, бұл бізде Мариям. Бұл анасы, бұл қызы, бұл үлкен қызы, бұл күлше қыз. Деп жылап жүреді алмалар мынандай. Мынаны көрейік. Короче, осындайлар. Бастаймыз. Бұл бізде күлше қызын бөлмесі, өткені оныкі ескі комната, ештеңе есік те жоқ. Мынау диваны просто бол. Оған отыра алады, жата алады бол. Мына жақта оның киімдері бұрынғы, сол киімдермен әлі жүр. Өздеріңіздің бөлмелеріңізге барасыздар ма? Біз бастаймыз, короче. Сен кімсің бізді бөлмеге апаратын, а? Кеттік, мама, жүрші бөлмеге. Жынданып атырмыз уже. Жүріңдерші, немене бәлені, күлше ма? Әлде күлшек па? Ұнамайсың сен маған осы ше? Білемін ғой, сол ұнамайды енді. Не істейін енді білсе? Бізге сөз қайтармаш. Кеттік, екінші этажға барайық. Менде барсам бола ма? Оттар танашқамны таңда. Жүрай. Неге осындай? Ұқтап алайыншы кішкене. Туф, ана күлше қыздан надоел болды. Уже. Айтпаш сол. Кеттік. Тез қимылдасаңдаршы аяқтарыңды. Ой, неменесін? Ана тамақ пісіріп қойған жоқ шығар. Мен қыздар бөлмеме кеттім. Аха, мама, бара бірінші. Кішкене ұқтап алмасам шаршап қалдым. Түсінде так анау күлше қызда нервыма тиді. Татьянаны істейін ба? Деп уже надоело. Сол күлше қызға әлі жыным келіп тұр. Блин, жынымды аламай жатырмын. Қалай алсам болады сол күлше қызда? Күлшек па, күлше ма? Сол жаймен деп күлшекке айналып бара тұр. Үйді жинамай бізге қарсы шығады еще. Кеттік, үшінші этажға өзіміздің комнатамызға барайық. Я, сосын киімімізді ауыстырайық. Келдік арен дегенде. Сол айтпаш. Ана күлше қыз күлшекке айналып бара тұр ау. Айтпаш, ұнамайды маған бұл. Татьям. Ау. Ой. Татьям. Ау, не болды? Неге күлше қызды жақтырмаймыз? Сен оған қосылып баратсың ба? Жоқ. Онда неге айттың? Жай айтқанмын. Айтуға болмай ма? Тәтені үйтіп сөйлемеш. Ол күлше қызды айтып берейін саған. Ол бұрында біздің үйді тонаған. Короче. Не деген сұмдық мынау? Сол біз жақтырмаймыз. Жарайды. Кеттік, киімімізді киіп алайық нормально. Бізді мамамыз сабақта шығарып жүрген жақсы болыпты, я. Айтпаш. Сен өз бөлмеңде киімдерің бар, осы ұяқтан барып киінші. Ой, жарайды. Не киім кисем болады екен? Шаршап кеттім ғой. Өзімнің сұп-сұлу әдемі көйлегімді киіп. Мен осындай көйлегімді кидім.
Мен қазір киінемін. Мен осыны киемін, өзіме қап. Мен осындай кидім. Поняла. Кеттік. Осы күлше қыз маған жақпай жатыр ше. Маған да ғой. Жүр кеттік. Бассейнде отырайық коктейль ішіп. Мен қандай таза ауа десеш. Мен ешкім демей тұр ше. Кеттім мен. Менің де ғой. Ашай. Бірінші этажға түсіп күлше қызға айтамыз ба, тамақ пісіп бер маған деп. Айтсақ айтайық. Кеттік. Ұйықтап жаттық. Сол бәле. Достар, неге мына жақта туалет бар десеңіздер, просто туалет жоқ. Осы жаққа соға салдым, өзім соққым келді. Әркім өз біледі. Не істеп жатыр екен анау? Сол ғой, айтпаш. Немене? Ей, күлше қыз! Күлше қыз! Күлше қыз! Ау, не болды? Не тұрасың мынау? Не ұйықтау мынау? Түсінбеді, түсініксіз. Кешіріңіздерші. Тамақ па керегі? Киіміңді ауыстыр да тез тамақ жаста. Жарайды. Тез бол. Біз сені күтеміз. Достар, осымен біздің сериямыз аяқталды. Всем пока-пока.